Сәлем баршаға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шоколадты пирог жасайтын боламын. Әрі тез, өте дәмді болып шығатын пирог. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, аздап ванилинді салып, қантымызды қосып, миксердің көмегімен массамыз көтерілгенше жақсылап араластыратын боламыз. Достар, егер видеолар ұнап жатса, каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Сонда келесі шығатын видеоны бірінші болып көре алатын боласыздар. Пирогымыздың құрамы мен мөлшерін описанияда міндетті түрде қалдыратын боламын. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстінен сұйық майды, сүтті құятын боламыз және бөлме температурасындағы сары майымызды салып, барлығын біркелкі болғанға дейін миксермен тағы да араластырып алатын боламыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш, толтырмай және жарты шай қасық ас содасын салып, осы ыдыста араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте ұнымызды осы сұйық массамыздың үстінен 2-ге бөліп саламыз. Барлығын бірден салатын болсақ, пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Және тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Екінші бөліктегі ұнымызды салатын боламыз. Жақсылап миксердің көмегімен біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін соңында какаомызды түгел салатын боламыз. Какаомыз сапалы болғаны дұрыс. Барлығы біркелкі болғанша миксермен араластырып алатын боламыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызға енді формамызды дайындап аламыз. Мендегі форманың размері 26 сантиметрлік. Формамыздың шет-шетін сары маймен майлап алдым. Қамырымызы жабысып қалмас үшін. Жаңағы қамырымызды енді формамызға жақсылап құйып аламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешке 30-40 минутқа салып алатын боламыз. Келесі кезекте шоколадты ганаш дайындайтын боламыз. Ол үшін сары маймен шоколадымызды араластырып, микроволновкада ерітіп аламыз. Пирогымыз пісіп шықты. Енді пирогымызды формадан шешіп, толықтай суытып алатын боламыз. Пирогымыз толықтай суыған соң, жаңағы шоколадты ганашымызды бетіне жақсылап жағып шығатын боламыз. Шоколадты ганашымыз жақсылап сіңу үшін холодильникке жарты сағатқа салып алсақ болады. Қазір кесіп көретін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай пирогымыз биік болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Менің балаларымның жақсы көріп жейтін пирогтарының бірі. Сіздер де осы пирогты жасап, отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Және менің видео рецепттерім ұнайтын болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге сымбат.